Таразда ақын Жұлдыз Бейсектің тұңғыш кітабының тұсаукесері өтті. Кешке облыстың зиялы қауым өкілдері, ақын жазушылар, жас ақындар мен бақ өкілдері қатысты. Аталмыш шара Жұлдыз Бейсектің туған сіңілісі әдебиетті жанындай сүйген Іңкәр Асқарқызының «Бауырларым» атты оқыған поэзияның бейнеролигін көрсетумен басталды. Сондай-ақ жас ақынның сөзіне жазылған әндері орындалып, оның шығармашылығы жайлы зиялы қауым өкілдері жылы лебіздерін білдірді. Жұлдыздың ақын болатынына сенімдедім. Өлеңдері бұл ақын болатын адамның өлеңі еді. Бір өзі ақын болу үшін көп жазудың керек, бір шықпақ өлеңнің өзі адамды ақын екенін көрсетеді. Сондағы бір теңеудің өзі жетіп жатыр. Сол теңеулері бар, ең бастысы сол образды ойлай білетіндігі. Ақын өзінің тұңғыш кітабын Абайдың 100 өлеңін жатқа айтып, әдебиетті жанындай сүйген, 28 жасында құйрықты жұлдыздай ағып өте шыққан сіңілісі Іңкәр Асқарқызына арнапты. Бұл кітап шілде айында Нұр-Сұлтан қаласында Қаламгер баспасынан жарық көрді. Іңкәр Ғазал деп атауымның себебі 28 ғана жыл өмір сүрген аяулы сіңілім Іңкәр Асқарқызына арнадым. Ескерткіш ретінде ішінде махаббат, табиғат және де туған жерге байланысты тақырыбындағы лирикалық өлеңдер топтастырылған. Жиында Жұлдыз Бейсек өз шығармасынан өлеңдер айтты. Ал кешке келе алмай қалған ақындардың ыстық лебіздері онлайн беріліп, еріктілер де ақынның өлеңдерін оқыды. Іс-шара аясында кітаптың тұсауы кесіліп, кітап ақын жазушыларға таратылды. Бопаш Титебаева, Дулат Шахманбетов, 77 News.